Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ашыған айраннан дайын болып шығатын құймақтың рецептімен бөліскім келеді. Үйлеріңізде ашыған айран болса, міндетті түрде тастамай, жұп-жұмсақ болып шығатын құймақтардың рецептін жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды таза ыдысымызға жарып аламыз. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Холодильникте болса да, бөлме температурасында болса да бәрібір. Және де қантымызды қосамыз. Үлкен ас қасықпен 4 ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Қатты тәтті болғанын қаласаңыз, тағы да қосуға болады. Барлығын шанышқының көмегімен араластырамыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Толықтай барлығын араластырып болғаннан кейін ашыған айранымызды құямыз. Айранның көлемінің ыдысы мінекей стаканныкі дәл видеодағыдай. Шамамен 250 грамм ашыған айранды қосып, барлығын толықтай араластырып аламыз. Сода қосуды ұмытпаңыздар. Яғни 1 шай ас қасық сода қоссаңыздар жеткілікті. Толықтай барлығын тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Електен өткізіліп дайын тұрған ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Шамамен 250-300 грамм. Енді әр ұнның тығыздығы әр қалай болады. Сондықтан жобамен 250-300 граммдай ұн қосатын боламыз. Менде ұнның фирмасы Цесна ұнын пайдаландым. Және барлығын толықтай тағы да жақсылап тұрып араластырасыздар. Ұнды міндетті түрде бірден қоспаңыздар. 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыздар, ешқандай іртік болмайды. Барлығы толықтай жақсылап тұрып араласатын болады. Осы кезде дәл қазір қайнап тұрған ыстық қайнаған суымызды 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Барлығын толықтай тез-тез араластырамыз. Өйткені біздің суымыз қатты ыстық, сол үшін пісіп қалмау керек. Тез-тез 2 бөлікке бөліп, қолдың бар күшімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамамен 2-3 минут толықтай жақсылап тұрып араласса жеткілікті. Ең соңында үлкен ас қасықпен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлық масса толықтай біріккенше тағы да 1-2 секундтай араластырып жіберіңіздер. Мінекей біздің уже қамырымыз дайын болды. Осындай болып шығады сұйықтығы. Міндетті түрде табамызды 1 рет майлап аламыз, одан кейін майламаймыз. Табамыз міндетті түрде қатты ыстық болып тұру керек. Қамырымызды құйғаннан кейін беті осындай тесік-тесік бола бастаған кезде екінші бетке міндетті түрде ауыстырамыз. Сонда біздің құймағымыз пісіп дайын тұр деген сөз. Екінші бетке толықтай осылай араластырып аламыз. Екінші бет бірінші бетке қарағанда тез піседі. Мінекей осылай әп-әдемі қылып толықтай пісіріп аласыздар. Айран болғаннан кейін құрамында өте тез піседі. Осылай ыстық күйінде түсіріп жатқан кезде бетіне міндетті түрде сары май жақсаңыздар, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Менде құрамында қант өте қатты көп болмағандықтан шет-шеті қытырламайды. Барлық жері өте жұп-жұмсақ, ажурный болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар менімен бөлісіп қойыңыздар. Өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Назерке.